Облыстық полиция департаментінде халық қаһарманы Ғазиз Байдосовты еске алуға арналған салтанатты іс-шара өтті. Онда өңірдің бас полицейі батырдың туған туыстары мен әріптестері қатысты. Шара халық қаһарманның еске алу гүл шоқтарын қоюмен басталды. Жиылған қауым еріктілер қаза тапқан арда азаматты 1 минуттық үнсіздікпен еске алды. Тек нағыз патриот өзінің өмірі туралы ойламай ерлікке бара алады. Осындай адамдардың қатарында террористің қолынан қаза тапқан жамбылдық полицейлер де болды. Жадымызда мәңгі сақталатын өзінің патриот ұлдарын отанымыз ешқашан ұмытпайды, дейді полиция департаментінің бастығы. Өз кезегінде батырдың ұрпағы да отбасына жасаған қамқорлығы үшін алғысын білдірді. Әлемде және елімізде болып жатқан ауыр жағдайларға қарамастан қызмет бабында қаза тапқан полиция қызметкерлерін және біз үшін өмірімізде ерекше орын алатын әкемізді еске алып, рухына тағзым етіп жатқандары үшін полиция қызметкерлеріне үлкен алғысымызды білдіреміз. Әкеміздің ерлігі 9 жыл өтсе де, әлі халықтың жадында полиция қызметкерлерінің әрдайым есінде. Сол кісілердің қолдауының арқасында біздің арқамыздан қағып, батырдың ұлы деп ағалық қамқорлық көрсетіп жатқандары үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Болашақта да әкеміздің ерлігі ұмытпай, әрдайым болашақ ұрпақ үшін үлгі өнеге болатындай іс-шараларын ұйымдастырып жатқаны біз үшін өте қуанышты. Еске салайық, Ғазиз Байтасов ішкі істер органдарының үздік қызметкерлерінің бірі болды. Жол полициясы жеке батальоны 1 взводының командирі полиция капитаны Ғазиз Байтасовтың қаза болғанына биыл 9 жыл болды. Аз ғана ғұмырында асқан ерлігімен отанға, туған жерге деген сүйіспеншіліктің биік өлшемін көрсеткен қаһарманның ерлігі өскелең ұрпаққа үлгі екені даусыз. Еске алу іс-шарасы облыстық тарихи өлкетану музейінде Ғазиз Байтасовқа арналған стендтің ашылуымен аяқталды. Сапаржамал Оразбекова, Мейірбек Сауранбай, 77 Ньюс.